Қайырлы күн, сіздермен Даму Академиясы. Бүгінгі тақырып ондық бөлшектер. Сіздерге арнап 4 есеп ұсындық. Паузаға қосып, өз деңгейлеріңізді анықтаңыздар. Жауаптарыңызды комментарийде күтемін. Шығарып болған соң, бізбен бірге талқылаңыздар. Рахмет. Бірінші есеп. Бұл жерде алдымен екі жақшаны бөлек-бөлек шығара аламыз. Бірінші жақша 22,7 қосылған 5,3. 7 3 қоссақ 10, 0-ден 1 ойда. 2 5 қоссақ 7, ойда бөлінген 8. Қалған 2 түседі. Сонда бұл жерде 28 бүтін шығады. Екінші 21,5-тен азайтамыз 13,5-ті. 5-тен 5 азайтсақ 0. 1-ден 3 азайтылмайды, қарсы тұрамыз. 11-ден 3 азайтсақ 8, 2, 1 оқпады. 1-ден 1 азайтсақ 0. Жазбай қоғады. 8 бүтін шығады, 28 бүтін шығады. 28 азайту 8 болады 20. Бұл бізде Б жауап. Екінші есеп. Бұл есепте алдымен бөлшектің астын үстін әртүрлі сандарға көбейтіп, қарапайым сандарға келтіріп, ондық бөлшектен бүтін сандарға. 0,55 пен 0,22-ні 100-ге көйтейік. Сонда бұл 55 және 22 деген сан оқпады. 0,2 мен 0,5-ті 10-ға көтейік. Сонда бұл 5 пен 2 оқпады. Бұл екі санды 100-ге көтейік. Бұл 1 бүтін болады, бұл 10 болады. Сонда бізде мынандай сандар шығады. 55, 5 көбейту 2, 22 көбейту 11. 55-тен 5 қысқартуымыз болады. 1, 11. 11 мен 22 қысқартуымыз болады. 1, 2, 2 мен 2 қысқартуымыз болады. 1, 1. Қалқан саны 10 мен 1. 10-ды 1-ге бөлсек 10 болады. Бұл бізде Е жауабы. Үшінші есеп. Бізде ондық бөлшектер берілген, қосу керек. Енді біз ең тиімді жолдан қайық. Бірінші 0,125 пен 0,875 қосайық. 5-ке 5 қоссақ 10, 0-ден 1 ойда. 2-ге 7 қоссам 9, ойдағы бөлінген 10. 0-ден 1 ойда. 1-ге 8 қоссам 9, ойдағы бөлінген 10. Үтір айырамыз, сонда 1 бүтін деген сан шығады. Келесі 0,25-ке қосақ 0,175-ті. 5-ке 5 10, 1 ойда. 2-ге 7 9, ойдағы бөлінген 0, 1 ойда. 0-ге 0 қоссақ 0, ойдағы бөлінген 1. Тағы да 1 бүтін шықты. Үшінші 0,375-ке қосайық. 0,625-ті. 5-ке 5 0, 1 ойда. 7-ге 9, ойдағы бөлінген 10. 0-ден 1 ойда. 3-ке 6 қоссам 9, ойдағы бөлінген 10. 1 ойда. 0-ге 0, ойдағы бөлінген 1. 1 бүтін шықты бұл жерде. 1, 1, 1. 3-ен қоссақ 3 бүтін. Оған қосамыз қақпан 0,15-ті. Олады 3,5. Бұл бізде Б жауабы. Төртінші есеп. Мынандай ондық бөлшектер берілген. Бұны есептеу үшін алдымен мен мынандай құлық пайдаланамын. Бірінші 1,3-ті және 1,2-ні 10-ға көйтіп жіберемін. Яғни үтірлерін жылжытамыз. 0,145 пен 0,165-ті 100-ге көйтіп жіберемін. 65-45 болады. 7,12 мен 1,5-ті 10-ға көйтіп жіберемін. Сонда 15, 7,12 деген сандар болады. Яғни қараңыз. 13 көбейту 45, көбейту 72, 15, көбейту 12, көбейту 65 деген сандар шыға келді. Басында ондық бөлшек болды, қазір жай ғана сандар. Енді бұнымен жұмыс жасау оңайырақ. Мысалы 15 пен 45 қысқартайық. 1, 3. 13 пен 65 қысқартайық. 1, 5. 12 мен 3 қысқартайық. 1, 4. Бұл екі санды 2-ге қысқартайық. 2, 36.
1 көбейту 36 болады 36. 1 көбейту 2 көбейту 5 болады 10. 10-нан 36 немесе 3,6. 10 бөлшекпен 3,6. Бұл бізде С жауабы. Рахмет.